Асылжан! Hey, Асылжан, не қылып отырсың? Мен саған не тапсырма беремін? Қазір, Надя апай. Бар, тазала ауланы. Содан кейін мен саған неше мәрте айтам апай деп айтпады. Жарайды. Надя Темірбаевна. Жарайды. Надя Темірбаевна. Өй, сендер де бір ауланы таза ұстасаңдар қайтеді. Сіздерге қандай бала ұсынсам екен енді? Бала өте зерек, үлгерімі де жақсы, өте жақсы бала боларына сенімім мол. Егер сіз солай десеңіз... Меніңше Серік Байбосынұлының сөздерін тыңдағанымыз дұрыс. Қанша дегенмен директор ғой. Оның үстіне балдар да жақынырақ таниды. Келістік. Иә. Рахмет сізге. Сізге де. Әні, алғашында кішкене қиындау болары анық қой. Бірақ егер балаға деген сезімдеріңіз болса, онда бәрі орнына тез түсіп кететініне сенімім мол. Біз оған өз баламыздай қараймыз. Тіпті қасыма да алып жатам. Қасың алып жатам деп, нені ұмытып кетпеу? Қатырасың. Асылжан, келе ғой. Міне, таныс қой, жаңа атанаң. Келе ғой. Ал жарайды. Жақсы, сау болыңыз. Жүр балам. Жақсы. Асылжан! Асыл, сен енді келмейсің бе? Келмейсің бе? Атың кім, қызым? Әлия. Атың да өзің секілді әдемі екен. Сен Асылжанның құрбысы боларсың. Білесің бе, Асылжан енді бізбен бірге кетеді. Әлия да бізбен бірге барса бола ма? Ол не дегенің, құлыным? Ол бара алмайды бізбен бірге. Неге? Ол енді... Әлияның да ата-анасы келіп алып кетеді. Ал қане, үйге барайық. Екі жылдың ішінде көп нәрсе өзгерді. Мынау менің отбасым. Анам мен әкем маған деген өшпестей болған махаббаттары да жаймен сөне бастады.
Оған себеп інімнің дүниеге келуі. Анам мен әкем мені асырап алғаннан кейін жаратқан анамның құрсағына бала бітірген болатын. Інім дүниеге келгеннен бастап менің ол үйде орным өзгере бастады. Ендігі кезекте мені ешкім бұрынғыдай еркелетпейтін болды. Осы сәттен бастап мен өз қиындығыммен күресе бастадым. Асыл деймін! Асыл! Я, апа! Қайда жүрсің? Малдың астын тазалап! Осы өтірік айтқанды қашан қоясың сен? Сол малды сылтауратып ойнамай қойсаң болмай ма? Мен өтірік айтпадым. Сөз қайтарма маған. Тілің шығайын деп сенің. Кешіріңіз. Бар ана балаға қара. Жылап жатыр, естіп атқан жоқсың ба? Тез жүр бол, тез. Одан кейін бутылканы өткізіп кел бар. Бол! Суын жетмек. Шіркін, сенің не кінәң бар дейсің? Жылама болды. Asıl. Айтпақшы, жігіттер, ана кешегі жағдайды естідіңдер ме? Ана ауылдың бас жағында ана Арғынбай көке бар ғой, соның кеше 2 сиыры жоғалып кетті. Қой шей. Жоғалмаған ол, айта береді ол. Мә, қысқасы, мен біраз білем да ше, білесіңдер ма? Бір күні ше, қараңғы тамда ше, қыз бен жігіт қорқынышты кино көріп жатады ғой ше. Бір кезде қорқынышты фильмнен ше, апа шығыпты да, уа дегенде ше, бір кезде қыз
қорқып кеткен ғой. Мама деп қорқып кеткен ғой ше. Бір кезде жігіт айтқан ғой, сен мамаң жүрмейтін жер жоқ қой деген ғой. Тоқта, анаңа қара. Ей, тоқта. Ұсталдың ба? Қайда қашайын деп едің? Қайда барасың? Қолындағы не анау? Әкел бер. Бере алмайын. Неге бере алмайсың? Апам ұрсады. Апам ұрсады дейді ғой. Қорқақ. Біррайым ба? Сен қоя бер. Бара бер. Бірақ келесі жолы біздің көшемен өтпе. Ұқтың ба? Бара бер. Бар. Тоқтаңдар. Мә саған. Хей! Ой, Қаш. Қасыңдар. Сен бала күйдіріп бітетін болдың адамда. Жетімек. Енді нанға ақшаны қайдан аламыз? Осынша жинаған бөтелкені не істедің? Кешіріңізші апа. Осы сенің кешіріңізші деген сөзің әбден шаршатты мені. Айғайлама байбіше. Оның жағдайын өзім ақ шешем. Бұдан кейін бөтелкеге мұқият болатын болады. Жүр, түс алдыма түс деймін. Сен жетімек қарныңның тойғанына мастанайын деген екенсің ғой. Мен саған көрсетейін. Түсіндің бе мені? Мастанайын дедің бе? Мә! Жетімек. Мен саған көрсетейін, тәрбиені көргесін бе? Мә! Кейін мә! Осыдан кейін ұмыт.